біреуге бір жақсылық істеп жүресің да, керісінше ол саған не істеп жібереді? Бір иттік істеп кетеді. Дұрыс па? Өмір ғой, бәрін көріп жатырмыз көз алдымызда. Бірақ біз не істейміз? Автоматты түрде анаумен тоқтап тастап жүрмейміз. Осы жерде ғалымдар айтады, демек, сен осы уақытқа дейін істеп жүрген нәрсең дейді, Алла разылығы үшін болмаған болуы мүмкін дейді. Өзіңнің бір мүддеңді іске асырып алу үшін істеп жүрген болуы мүмкін дейді. Ол саған не істеп кетсе де, сен оған негізінде кім үшін істегенсің? Алла үшін істегенсің. Есебің сенің онымен емес, Алламен болады дейді. Сондықтан оған ренжімей ақ қой дейді. Ол пенде ғой, шалыспасаң.